Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар? Бүгін біз сіздермен этнопсихология пәні бойынша дәрісімізді өтеміз. Бұл дәрісте негізгі тақырыбы қарым-қатынастың әмбебаптық және мәдени ерекшеліктермен байланысты аспектілері болып табылады. Бұнда қарастырылатын негізгі сұрақтар: этносаралық қарым-қатынастардың психологиялық детерминанттары, екінші, коммуникацияның мәдени контекстке тәуелділігі, үшінші, мәдениеттің реттеуші функциясы, төртінші, қарым-қатынастың мәдениет құрамында болуы. Және де бесінші сұрақ: әртүрлі мәдениетке байланысты бет қимылдарының инварианттылығы бойынша қарастырамыз. Қазақстан Республикасының ұлтаралық қарым-қатынас мәдениеті бұл барлық ұлттар мен ұлыстардың өкілдерінің белсенді шығармашылық түрде қатысуымен ілгерілеу жолға қойылған болатын, және де бұл біздің қоғамымыздың дамуында сапалық сипатта болып табылады. Біздің қоғамымыздың ұлтаралық қарым-қатынас мәдениеті олардың өмір тіршілігіне барлық салаларында қол жеткізген күлді әлемнің үздіксіз бойына сіңіріп отырғанын көруімізге болады. Ұлтаралық қарым-қатынас мәдениеті оның мәні мен көрініс табу формасы ретінде қарастырылады. Сондай-ақ бұл саяси, әлеуметтік, экономикалық бағыттағы мәселесі ұлттық қарым-қатынастар тұлға, қоғам және мемлекет болып барған сайын, яғни күшейе түсіп, салыстырмалы түрде жуырдан бері ғылыми және саяси әдебиетте зерделеніп, жарыққа шыға бастаған болатын. Тұтастай бұл тенденция әрбір ұлт мүдделерін, елдегі ұлтаралық қарым-қатынастарды жан-жақты үйлестіруге және олардың үйлесімін танытуға зор үлесін қосуда. Мәдениет пен қарым-қатынастың қомақты өзгешеліктері, олардың түсінудегі анықтамалары және әдістердің көптігі мен ұлтаралық байланыстың қарым-қатынастың мәдениетін оқып зерттеуде көптеген қиыншылықтар тудыруда. Ұлтаралық қарым-қатынас мәдениеті қоғам мен табиғи бірлікте болатын құрамдас бөліктердің бірі болып табылады. Және де осы біздің қоғамда, яғни адамдар осы қарым-қатынас жасау барысында дамиды, қалыптасады. Бұл қарым-қатынас дегеніміз бір немесе екі адамдардың бір-бірімен ақпарат алмасуы. Яғни біз адамдар қоғамда өмір сүргеннен кейін біз қарым-қатынассыз дамып қалыптаспаймыз. Яғни осы қарым-қатынас дұрыс контакты орнату барысында біз басқа адамдармен жақсы қарым-қатынастарға түсіп, жақсы контактілер орната бастаймыз. Яғни қарым-қатынас барысында адам өзінің бойындағы білімін, тәжірибесін, біліктілігін көрсете алады. Және де басқа адамдардан ерекше танымдық қасиеттерін, мысалы атап айтатын болсақ, олардың жаңағы қабілеттерін, олардың зейіндерін, жаңағы түрлі қалыптасқан бойында танымдық ерекшеліктерінде көрсете алады. Көп кезде бізге қарым-қатынастың жаңағы өзіндік тигізетін пайдасы өте зор. Яғни осыған байланысты біздің қарым-қатынаста тұлғаның көптеген эмоциялық сезімдерде, сана сезім, өзіндік қалыптасқан сана сезімде қалыптасады. Яғни біз қарым-қатынасқа түсу барысында, мысалы бір ақпаратты жеткізетін болатын болсақ, ол ақпаратпен бірге біздің эмоциямызда қосылып бірге әрекет етеді. Яғни қарым-қатынас барысында біздің іс-әрекетімізде, эмоциямызда өзара байланыста, тығыз байланыста болады. Сондықтан да біз әр елге барғанда да өзіміздің жаңағы қарым-қатынасымыз арқылы өзіміздің елімізде болып жатқан мәдениетімізді, тілімізді, дінімізді, өзіндік жаңағы қалыптасқан құндылықтарымызды, қызығушылықтарымызды осы қарым-қатынас арқылы басқа елдердегі адамдарға дәріптей аламыз. Сондықтан да біз қарым-қатынасқа түсу барысында өзіміздің жеке басымызды, әлеуметтік ерекшеліктерімізді, әлеуметтік жағдайларымызды, табиғи тағы басқа жағынан алуан түрліше көрсете аламыз. Яғни бұл қарым-қатынастың негізінен мысалға үш түрі бар.
Бұл қарым-қатынастар, яғни бірінші коммуникативті жағы деп айтамыз, екінші интерактивті жағы, үшінші бұл перцептивті жағы деп айтамыз. Яғни осы қарым-қатынастар аясында, яғни біз көптеген жаңағы өзіміздің ойымызды білдіруге, өзіміздің санамызда бейнеленген түрлі жаңағы объектілерімізді көрсете аламыз. Коммуникативті жағы дегеніміз, яғни осы жаңағы біздің ұлтаралық қарым-қатынастарды дамытуға, ұлтаралық қарым-қатынастарымызды жаңағы бекітуге, ары қарай нығайтуға көптеп әсерін тигізеді. Өйткені коммуникацияда біздер жаңағы ақпарат алмасамыз, өзіміздің бойымыздағы қалыптасқан нәрселерімізді көрсете аламыз, басқа да өзгерістер, басқалар қасиеттерімізді көрсете аламыз. Иляеваның яғни айтып өткенде, адамдар бір-бірін түсіну мүмкіндігі болу үшін, яғни әрдайым іске аса бермейді дегенді көрсетеді. Сондықтан да субъектілік, көпшілдік қасиеттері олардың туындауына негіз болған қандай да бір қауым арасында ерекше формаларға ие деп айтқан. Демек, ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетін бұл бастапқы тірек негіз ретінде қай қарым-қатынас аспектісі алсақ та әртүрлі негіздемелермен айқындауға болатынын көрсеткен болатын. Және де ол біріншіден ұлтаралық қарым-қатынастар өрісі туралы тұлғаға, ұлттық қауымдастыққа тән идеялар мен түсініктер жүйесін көрсетсе, екіншіден ұлтаралық қатынастар субъектілерін негізінен жекелік деңгейде де ерекшелендіретінін атап өткен. Яғни жекелік өзіндік танымдық процестерге байланысты да ерекшелендіретінін айтып өтеді. Және де оларға қажетті және де қарым-қатынастардың нақты мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізу үшін сол қатынастарды өзекті деп, оны іске асыратын нақты білім, білік, дағдылары жиынтығы қамтиды деп көрсеткен болатын. Ұлтаралық қарым-қатынас мәдениеті қоғамдық, сондай-ақ топтық, жекелік, тұлғалық, моральдықты да қамтиды. Бұл жекелік сипатта болғанмен, бұл тұлғаның қарым-қатынасының мәдениеті жалпы адамзатқа тән болып келеді. Сондықтан да біз қорытындылай келе ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетін жалпы адамзаттың, адамгершіліктің, ұлттылықтың маңызды бағыты ретінде қарастырамыз. Бүгінгі лекциямыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет.